Сарыарқаның кең даласында бой көтерген Оразалы Жұмабеков атындағы тірек мектебі талай ұрпақтың білімге құштарлығын оятқан қара шаңырақ. Дәл осы мектептің жас ұстазы Ақселеу Сейдімбеков атындағы мектептің тәжірибелі ұстазы Көпжасарова Гүлшат Рүстемқызынан сұхбат алмақшы. Ол кісі аудандық, облыстық, республикалық алғыс хаттардың иегері. Бұл жай ғана сұхбат емес, бұл екі дәуір ұстаздарының жүздесуі. Сәлеметсіздер ме, қадірлі тыңдармандар. Бүгін біз ерекше үйде, ерекше жүрекке қонақпыз. Жанымда ұстаз, бірақ жай ғана ұстаз емес, өмірін шәкіртке арнаған білімді де білікті ұстаз. Бұрынғы уақытта тамыз кеңесі деген не еді? Қазір біз үшін ол күнде презентация жасап шығу сияқты көрінеді. Сіздердің кездеріңізде қандай болды, қалай болды? Тамыз кеңесінде біздің кезімізде керемет жоғары деңгейде өтетін, дәл қазіргідей жаңа технологияларды пайдаланбасақ та ылғи тәжірибелі мұғалімдер бізде баяндамаларын оқып, келешек оқу жылына деген тәжірибемен бөлісетін. Жаңа өмірдің бастауы болып Жаңа өмірдің бастауы. Бүгінгі ұстаз қандай болу керек деп ойлайсыз? Біздер қандай болуымыз керек? Сіздер де болсын, біздер де болсын, ұстаз қай кезде де ұстаз болып қалу керек. Ұстаз әлеуметтік желіде де ұстаз болу керек. Ұстаз деген ұлы есеге кірге көне керек. Ұстаз деген. Мен жаңа тикток деп қалдым. Қазір технология дамыған заман, көп ұстаздар тикток пен инстаграмда өте белсенді осындай желілерде. Бір жағынан бұл ашықтық, ізденіс деп қарасақ, екінші жағынан ұстаздың ішкі мәдениеті қайда қалады деген ой келеді. Жауапкершілік өзгеріп бара жатқандай деген ой келеді. Сіздіңше заман қалай дамыса да ұстаз бойында қандай қасиет өзгермеу керек? Ұстаз болып қалу үшін не керек? Ұстаз болып қалу үшін ең бастысы білім керек қой. Күнделікті мынау жаңалықтардың жаршысы бола білу керек. Ұстаз қоғамда қандай жаңалықтар болып жатыр, соны бірінші ұстаз өзі білу керек. Мен ойлаймын енді мынау тым еркіндік ұстазға жараспайды. Еркін болу, ол енді оқушыға жарасар, оқушыға. Қазір оқушылар еркін болсын, оқушыларға ұрыспаймыз да, оқушылардың жаңағы құқықтарын санасаң. Ал енді ұстаз деген ұстаз ғой. Оның оқушымен бірге жүретін болса, оның несі ұстаз? Несі ұстаз? Ұстаздық қалпын сақтау керек. Тақтада болсын деп тұрсыз ғой. Тиктокта болсын, тақтада болсын. Қазіргі уақытта бала тәрбиесі әр ортада әрқилы жүріп жатыр, өзіңіз білесіз. Үйде бір әңгіме, мектепте екінші әңгіме, ал қоғамда мүлде басқа құндылыққа насихатталып жатыр. Қоғамнан басқа дүниені алып жатыр. Осы орайда тәрбие бірыңғай бір арнада болғаны дұрыс. Біртұтас тәрбие деген де біз нені түсінуіміз керек, жалпы? Біртұтас тәрбие дегеніміз ата-аналар мен ұстаздардың бір-бірімен тығыз қарым-қатынасы. Сіздердің уақыттарыңызда қалай болды? Сіздердің уақыттарыңызда біртұтас тәрбие деген ұғым болған жоқ, қазір шықты, Ал сол қалай болды жалпы? Ол кезде әлеуметтік желі мынау дамымаған заман ғой. Ол кезде қазір не бетін қоғамда бізде ата-анаға қарсы келетін бала өз-өзіне қарсы, өз-өзіне қол жұмсайтын, сөйтсек барлығы болып жатыр. Қоғамда өлегі жасау бір-біріне біздің уақытымызда болмайтын ол. Бүгінгі күні мына біздерге, бүгінгі күн мамандарына мүмкіндік мол. Ал сіздер жұмыс істеген уақытта ондай жағдайлар болған жоқ қазіргідей. Онда да сіздер үлкен жетістікке жете білдіңіздер. Енді сұрағым, сіз замандастарыңызбен қалай дамыдыңыздар? Көп кітап оқу. Сабаққа дайындалғанда әр кітапханаға бару бізге. Бізге де ол кісілердің айтатын. Сол кезде ынта болды. Ынта болды. Интернет болған жоқ, бірақ ынта болды. Сіздер талқыладыңыздар әріптестеріңізбен, Талқыладық әріптестерімізбен. Сосын әріптестерімізбен біз 3-4 сағат отырып талқыласақ, біз шашып. Бұрынғы ұстаздар, жалпы менің ұстаздарым болсын, мен мектеп оқыған кезде талапшыл, салқындау болатын, бір көзқараста болатын. Ал қазіргі көп мұғалімдер мен оқушылар еркін. Сіздің ойыңызша бұрынғы қатаң ұстаз бен қазіргі дос ұстаз бейнесін қайсысы бала тәрбиесіне тиімді? Әлде екеуінің арасында тепе-теңдік болу керек? Қиын сұрақ қойып жердің күні. Енді осы өзіңді аңғара алмай жүрген күнде сен осы сұрақ қиын сұрақ маған.
Мен жас кезімде қаталдау болдым ғой, бұрын қатал болдым. Қазір енді қатал бола алмаймыз, өйткені заман талабы солай. Оқушылармен енді достық қарым-қатынаста болып, оқушыларға жұмсақ болғанның да пайдасы бар деп ойлайсың. Енді қатал болсақ та, жұмсақ болсақ та қабілетті оқушы ақыры өзін алып шығады. Тәртіп пен мейірімді қатар алу керек дейсіз ғой. Тәртіп пен мейірімді қатар алу керек. Қазір технология мен интернет білім беруге болады ма қазіргі уақытта? Онымен жеткілікті білім бере аламыз ба? Жаңағы бұны интернетте білім беруге қиындық. Мен түсінемін. Өйткені сіздің алдыңыздағы оқушыңыз технология интернетті беріп отыр. Көрсету керек. Тәжірибе жүзінде көрсетуіміз керек, өйткені оқушыдан қалмауымыз керек. Креативті мұғалім деген естуіміз бар, иә? Қазір креативті мұғалім деген сөз жиі айтылады. Бұл жаңашылдық пен шығармашылықтың белгісі ме, әлде тән салтанат па? Сіз үшін креативті мұғалім деген ұғым нені білдіреді? Креативті мұғалім дегеніміз енді жаңалықтың жаршысы дейді ғой, жаңалықты. Қандай жаңалық болсын, соны бірінші қабылдап алып, соны жаңағы практикасында іске асыруды креативті мұғалім дейтін шығармыз. Жасандықта байқаймын креативті бөлімді. Сөз соңында ұстаздарға, назат мамандарға, жас ұстаздарға бір ауыз тілек, аманат айтсаңыз. Ұстаз болу деген үлкен жауапкершілігі бар. Бұл мамандық емес, миссия. Иә, келешек ұстаздарға айтарым. Ұстаз қашанда ұстаз, қалпын сақтай отырып, сөйлесе оқушылардың тағдыры менің қолымда деп, ол оқушылардың тағдырына өзінің білімімен, біліктілігімен қалай да әсер етсе иә. Рахмет Елда. Қазіргі тың сұрақтар өте көп. Сізбен сөйлесу үлкен шабыт пен ой салдымынан мен үшін әлі де жалғасын табады деген ойдамын. Біздің сұхбатымыз келешекте де сіздің өнегелі ұстаздық жолыңыз жаңа буынға үлгі болып, отбасынан бастап қоғамға дейін тәрбиенің мықты тірегі болып қала берсін дегім келіп, сізге үлкен рахмет, керемет сұхбат болды. Рахмет сізге де, Гүлнұр. Free audio post-production by alphonic.com